Міне май ашқарынға жейді бұны. Емдікке, лечебный, емге. Оның ішінде құр май ғана, тұз, сосын қара бұрыш, басқа ештеңе жоқ. Мен өткенде суға пісіріп көрсеткем, енді мынаны мантаваркаға буға пісірді міне. Мен бүгін сіздерге мынандай бір тағам көрсетем. Үлпершек майдан жасайтын шұжық сияқты. Құр май ғана салады ішіне. Үлпершек май, жүректің үлпершек майын салады. Сол майды ештеңе салмайды, құр май турайды. Сосын дұз салады, бұрыш салады. Сосын мына шектің ішіне тығады. Бұл жылқының шегі. Жылқының шегіне ішіне салады. Бұл енді емге жақсы. Баяғыда әкем ауырғанда сол бір емші айтқан осылай. Үлпершек майдан таңертең аш қарынға осылай бір тілімін жеп отырасыз деп. Оның енді көмектеспеген білмеймін. Бала кезімде солай шешем істейтін. Сол үлпершек май басқа ештеңе қоспайды. Құр қара бұрыш, дұз, басқа чеснок та ештеңе де қоспайды. 2 рет пісіреді дейді, білмеймін енді. Кәдімгі суға қайнатады, сосын ол кәдімгі шұжық сияқты болып тұрады. Шұжық сияқты, тура шұжық. Сол колбаса сияқты бір-екі тілімін таңертең аш қарында әкеме береді. Ол кісі жейді сол. Содан білмеймін, содан тауыр болды ма, не қылды ма әйтеуір. Ол кісінің жүрегі ауыратын да, сол жүрегі ауырғанға осыны үлпершекті берді. Врач берді ма, әлде не берді ма, білмеймін оның. Бала кезімде сол. Содан мен аңдасаң да осылай істейтінім бар. Аңдасаң да істеймін, жылқы сойғанда, не қылғанда сол үлпершек майдан. Енді соны сіздерге тағы көрсетейін деп отырмын. Үлпершек май керек оған. Таза май. Шыны май дейтін, алла майларды шыны май дейтін шешем. Сол үлпершек шыны май. Турап, сақып. Ештеңе ет қоспайды, ештеңе де қоспайды. Осы үлпершек майын қосады, турайды, сақып. Жүректің сыртында тұратын үлпершек майы. Бұны осыны шыны май дейді мінекей. Тап-таза май мінекей. Сақып тураймын, сосын бұрыш салам, дұз салам, басқа ештеңе салмайды. Сосын шекке тығамын. Сосын оны қайнатамыз. Нан да ештеңе де қоспайды. Білмеймін, нанмен жемейді, жай шұжық сияқты қылып жейді. Нан қосқанын көрген жоқпын. Нан қосса кәдімгі тамақ сияқты болып кетеді ғой. Бұл аш қарынға ем ғой енді, ем болып тұр ғой. Дәрі сияқты. Аш қарынға сол жұтып жүреді, білмеймін. Шайнап. Біз жек көрдік, бізге бермейді бірақ. Сол жалап аңдасаң да береді, кейде бермейді. Осылай істеп қояды. Бітсе тағы да істейді шешем. Мына бітті ғой мынау деп қайтадан сол майларды алып қояды. Әдейіне осылай. Осындай үлпершек майларды. Жүректің майын. Сондай істейді. Қазір бұрыш салам, дұз салам. Басқа ешкім көрген жоқпын. Өткенде біреу сұрады. Мен сіздің неңізді жасайын деп едім деп біреу сұрады. Айттым, осылай жасайсың деп. Маған да сол біреу айтты дейді. Осылай сол жылқының үлпершек майын жеңіз деп айтты деп. Бір кісі сұрады, әйел сұрады. Айттым білгенімді. Жылқы сойғанда жасай мен аңдасаң да. Папаңа беретін. Біз енді бұлай жей алмайсың. Таза. Кішкене нан қосып не қып жедік. 2 рет, 3 рет пісірем дейді шешем. Білмеймін оны мен. Бала кезімде соны сұрамаппын да. Неге 2-3 екен. 2-3 қайнатам дейді. Әуелі бір қайнатып алады. Содан кейін оны қайтадан не қылып, 2-ші рет, 3-ші рет қайнатам дейді. Білмеймін, бір-ақ рет. Ол май қазір деп пісетін нәрсе ғой, білмеймін. Қалай не 2-3 екен білмедім. Міне бір пісіріп алды, бітіп қояды. Сосын 2-ші ет асқанда тағы салады. 3-ші ет асқанда тағы салады. Сол бірінен, білмеймін, 2-3 қайнатам дейді. Оның қалай қайнатқанын, не қылғанын білмеймін. Өтірік айтарым. Міне, енді кішкене дұз салам. Кішкене осы шар. Дұз не қылмайды деп, шықпай қалады ғой деп. Міне шамалы дұз салдым. Міне қара бұрыш салам. Енді міне араластырамыз. Қанша шығады, сонша шығады. Бармайды. Мен сіздерге мынандай бір әдіс көрсетейін. Егерде шектеріңіз жіңішке болса, мінекей мына бір картопты аршып, жуып,
мінекей былай өткізеді. Сонда үлкейеді. Мына уже мана бірінші еткенде сыймай қалған. А мына уже әдемі кетіп жатыр. Міне картошка. Міне картоп. Үзіліп кетпей ме? Жоқ, үзілмейді, қайда, түк те қылмайды. Даже бұдан үлкен картопты да салуға болады. Сонда үлкейеді. Шек үлкейеді мінекей. Картоп болсын, жуа болсын, сарымсақ, пияз, сарымсақ. Сонда үлкейтіп аласың, е? Сонда үлкейеді, шек үлкейеді. Шығармайтын ғой. Қазақтың шығармайтын жоқ, мінекей шықты. Міне картоп шықты. Мынау уже үлкейді. Мінекей енді осыны шектің ішіне саламыз мінекей. Бісміллә деп. Анандай бөтелкеден не қылып жүрмін. Бір әдемі бөтелке таба алмай жүрмін. Сала беремін ішіне. Алпыс бір, 62 жылдар шығар, 63 жылдар. Уже неше жыл осының істегеніне. Онда кішкентаймын, школда оқимын, сол мұздатып қояды, таңертең береді аш қарынға әкеме. Мінекей болды. Енді аузын байлаймыз қазір. Сосын 1-2 сағат тұрады. Осылай ненің ішінде. Мінекей. Міне, осылай болады мінекей. Мінекей, осындай болады. Қазір мынаны кесіп аламын. Кесіп, сосын аузын не қыламыз, бекітіп, аузын жіппен байлап. Қазір мына аузын байлаймыз, зубочисткамен жіппен байлаймыз, мінекей. Сосын бұны пісіреміз, мінекей. Қара бұршын саламыз. Тұз саламыз, 1 қасық. Май шұжығым дайын болды, 1 күндей тұрды. Енді бұны да буға пісіреміз. Тұзын, бұрышын салып, бәрі сіңді, 1 сөткедей тұрды. Енді бұны буға пісіреміз. Өткенде суға пісіргем дәл осындай істеп. Енді бұнаны буға пісірейін деп отырмын міне. 1-2 сағаттай буға піседі. Майдың шұжығы. Құрмай ғана ішінде. Май, тұз, қара бұрыш, басқа ештеңе жоқ. Міне 2 сағаттай қайнады. Қазір көреміз. Пісті ме екен, не қылды екен. Мінекей, май шұжығымыз пісті. Мінекей, буға пісірдік. Мінекей, шұжық. Ішінде құрмай ғана. Лечебный. Емге. Жүректің майы. Оның ішінде құрмай ғана. Май, тұз, сосын қара бұрыш. Басқа ештеңе жоқ. Бұны сол мен өткенде суға пісіріп көрсеткем. Енді мынаны мантаваркаға буға пісірді міне. Енді қазір көреміз бұны. Міне. Таза май мінекей. Бұрыштары. Қазының май сияқты мінекей, таза май. Міне, шыны май. Бұны шешем шыны май дейтін. Мінекей май. Бұны енді наммен бірдеме жемесе жей алмайды адам. Қазір нанға салып көрейін. Міне, май. Таза май. Аш қарынға жейді бұны. Аш қарынға. Емдікке. Ем. Міне, ал көреген дәмін көрейік бісміллә. Керемет. Жіліктің майы сияқты. Шыны май дейтін сол екен ғой. Жіліктің майы нағыз тап-таза ненің майы сияқты. Жіліктің ішіндегі май. Білмеймін неге екен, 2 рет қайнатады шешім. Ол неге 2 рет қайнататынын білмеймін. 2 рет қайнатады. Осы мынаны 1 қайнатты. Сосын келесі тағы тамақ істеген кезде тағы осы майды салып 2 рет қайнатады. Бұл майдың неге 2 рет қайнататынын білмедім.
шешемде жоқ. Сұрайтын. Шыны май десе шыны май екен. Ненің жіліктің майы сияқты. Анандай қазының жіліктің майы мінекей. Енді білмеймін, жүрекке тие ме, тимей ме, жылқының майы ғой енді. Осылай істеуге болады, енді бұның ештеңе істеу жоқ. Құр майды шекке тығады, сосын пісіреді. Міне, ешқандай несі жоқ. Емге жақсы. Коллаген как раз. Жіліктің майын жеп отыр ғой қазір. Ресторандарда береді жіліктің майын. Ал пісі міне тағы қойын. Тамаша, керемет. Масқара. Балалар жемейді, ойын жей ма, жемей ме, құдай болсын. Енді үлкен адамдар жейді. Таңертең шында да аш қарынға деймін. Тарелкаға салып қояды шешем. Сосын осын сыртын жай марлымен жаба салады. Мына осылай тарелкеде тұрады. Сол бір тілім таңертең аш қарынға әкеме береді. Сол емші айтқан. Осындай колбаса сияқты бір тілім қып, бір тілімнен артық жемейді. Сол бір тілім жейді, бітті. Оның аңын қосатын, қоспайтын білмеймін. Әйтеуір содан кейін алып қояды, бізге бермейді. Сосын мынау таусылғанда тағы пісіреді. Білмеймін, осы әйтеуір қыстай сол не қылғанда сол жеп қыста жейді, осын білмеймін. Керемет тамаша. Тәп-тәпті. Өзі онша үлкенде болмайды. Шағын осындай жіңішке шекке. Мынау сыртының терісі әрі. Ешқандай не қылған жоқ. Тамаша болды әдемі. Ешқандай не жарылған жоқ, не қылған жоқ. Мына жерлерін тестім, шұжық сияқты. Сосын пісіре бересің. Суға пісіргенде мына майының бәрі ағып кетеді. Мынаны буға пісіргесін, прям майы бәрі өзі ешқандай не қылған жоқ. Құр жай кішкене тестім, шұжық сияқты. Суға салсаң, мынаның майы мүмкін сорпаға кетеді енді. Сорпа майлы болып шығады. Мынада прям буға піскесін өзінің несінде тұр бәрі де. Дәмі кәдімгі анау неге буға пісіргесін бекен, кәдімгі копченый сияқты. Стаған шұжық сияқты. Әдемі дәмі керемет енді. Мінеке майы сорпасы прям ішінде тұр мынаның. Мінеке майы. Бұны көп жей алмайсың. Ана жіліктің майын көп жей алмайсың, шамалы ғана жейсің. Сол сияқты сол бір тілім сол жетеді бір күнге. Сосын екінші күн аш қарынға тағы солай жейді. Өте жақсы, пайдалы. Осылай біздің каналды қарап отырыңыздар, жазылыңыздар. Осындай неше түрлі ұмытқан тағамдардың бәрін көрсетеміз. Комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Біз қуанып қаламыз. Кішкене бізге поддержка беріңіздер. Ризамын қарағандарыңызға.